Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 4-ші сыныптың математикасы 167-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші тапсырма: бұрыштың шамаларын қалай анықтауға болатынын білемін. Біз бұрыштардың шамаларын анықтауды үйренген болатынбыз. Олай болса, бұрыштарды өлшеп, олардың шамаларын жаз деген екен. АОБ бұрышы 40 градусқа тең екен, ал МТН бұрышы 135 градусқа тең, ал КФH бұрышы бұл 70 градусқа тең екен. Екінші тапсырма: тік бұрышқа іргелес жатқан екі қабырғасы бойынша тік бұрышты үшбұрыш сала аламын. Тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындығы 4 см және 8 см болатын тік бұрышты үшбұрыш сыз деген екен. Яғни тік бұрышты үшбұрыш делінгендіктен міндетті түрде біз бұрышын тік қып сызамыз. Көріп тұрғандарыңызда ені 4 см және 8 см, ұзындығы 8 см тік төрт бұрышты сызып алған болатынбыз. Үшінші тапсырма: талдау жасай аламын. Фигураға жазба сәйкес келеді. Қалған жазбалардан қандай фигуралар құрауға болады? Олардың атауын жаз. Бірінші фигура бізде цилиндр болып тұр. Фигураға, осы цилиндр фигурасына ә нұсқасындағы жазба сәйкес келеді. Қалған жазбалардан конус пен пирамида құрауға болады. Төртінші тапсырма: нүктелі қағазда симметрия осьтеріне қатысты жазық фигураларды жалғастырып толықтыра аламын. Құрама фигуралардың ауданын табуды білемін. Симметриялы фигурасыз оның ауданын тап деген екен. Олай болса, ең алдымен S тең деп 3-ті 1-ге көбейтеміз, сонда 3 см квадрат болады. Екінші S тең деп алып 4-ті 1-ге көбейтетін болсақ 4 см квадрат шығады. Енді S тең деп алып 1-ді 1-ге көбейтеміз және оны 2-ге көбейтетін болсақ 2 см квадратқа тең болады. S Ж деп алдық және 3-ке 4-ті қосып оған 2-ні қосатын болсақ 9 см квадрат. Жауабы: құрама фигураның ауданы 9 см квадратқа тең екен. Келесі 5-ші тапсырма: сандар тізбегінің дұрыс құрылғандығын тексере аламын. Сандар тізбегінде қай сан дұрыс жазылмаған? Бұл жерде 12-ден кейін 7 берілген. Енді осы санды анықтау үшін 17-тен 12-ні азайтатын болсақ 5, демек 12-ге 5 саны қосылып 17 болған. Енді 17-ге қанша сан қосылған білу үшін 23-тен 17-ні азайтамыз, сонда 6. Демек, бірінші 5 қосылған, екінші 6, үшіншісінде 7. 30-дан 23-ті алатын болсақ 7. Енді үшінші сан бізде 7. Төртінші санды анықтау үшін 37-ден 30-ды азайтатын болсақ, тағы да 7 саны шығады. Демек, 7 саны 2 рет қайталанған. Енді 30-ға 8-ді қосайық. Сонда 38. Енді қарайтын болсақ, 38-ге 9-ды қоссақ 47. Демек, осы жерде тізбектің бұзылған жері 2 7-нің қайталануы. Демек, 30-дан 23-ті алғаннан 7, енді 7-ден кейін 8 болуы керек. Демек, бұл жерде 37-нің орнында 38 болу керек. Сонда тізбек дұрыс болады. Яғни 12, 17, 23, 30, 38, 47 дейтін болсақ, онда біздің тізбегіміз дұрыс жалғасады. Демек, бірінші 5 саны қосылады, одан кейін 6 саны, 6-дан кейін 7, 7-ден кейін 8, 8-ден кейін 9 саны қосылып, тізбек осылай жалғасып кете береді. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.